Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 97-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең бірінші біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамыздан математиканың өздерін түсінбеген тақырыптарын, сабақтарын, немесе есептерін қарап, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, сынып жұмыстарыңды толықтай жасай аласыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде текше тікбұрышты параллелепипед дизайн дейді, иә. Сен тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын жасауды және моделін жинауды, оның орналасуындағы өзгерістерді түсіндіруді үйренесің дейді, иә. Яғни балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы текше және тікбұрышты параллелепипедтер екен, иә балалар. Енді балалар, бүгінгі нөмірі 1-ші есепті оқиық, иә. Бұл қорапқа қабырғалары 1 сантиметр болатын текшелер салынған дейді. Бірінші қабатындағы 3 қатардың әрқайсысына 3 текшеден орналастырылған. Осындай 3 қабат текшелермен қорапты толтыруға болады дейді. Қорапқа барлығы қанша текше сыяды дейді, иә. Яғни балалар, мына жерге 3 көбейту 3 тең текше деп қойыпты, иә, мынанша текше деп. Яғни балалар, бұл жерде қарай қойыңдар. Ұзындығы 3 сантиметр, ені 3 сантиметр және де биіктігі де 3 сантиметр болып тұр екен, иә. Енді балалар, бұл жердегі бізге айтып тұр. Бұл қорапқа дейді қабырғалары 1 сантиметр болатын қанша текше сыяды, мысалы, иә. Яғни балалар, бізде текшенің ұзындығы бізде 1 сантиметр, иә. Яғни балалар, мына жерде 1 текше сыяды. 3 сантиметр болғандықтан бұл жерде балалар 1 текше сыяды, 2 және 3 текше сыяды екен, иә. Енді бұл бізде балалар биіктігі бойынша, иә. Енді мына жерден бізге балалар 1, 2, 3 сыяды екен, иә. Ал ені бойынша бізде балалар мына жерде 1, 2, 3, яғни ұзындығы бойынша, иә. Енді балалар, бұл жерден біз осының барлығын қосқанда 1 сантиметрлік қанша текше сыятынын біледі екенбіз. Яғни балалар, біз бұл жерде 3-ті 3-ке көбейтіп, одан кейін тағы да 3-ке көбейтеді екенбіз, иә. Сонда бізде 3-ті 3-ке көбейткенде 9, 9-ды 3-ке көбейтсең 27. Яғни балалар, бұл қорапқа 27 текше сыятынын білеміз, иә. Бұл есепті біз балалар осылай шығарамыз. Келесі бізде балалар, төмендегідей қораптарға қабырғалары 1 сантиметр болатын қанша текше сыяды дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде дәл жаңағы есеп сияқты шығады, иә. Яғни балалар, бізде мысалы, ең бірінші қораптың мына жері 2 сантиметр, мына жағы 2 сантиметр және биіктігі 2 сантиметр болады екен, иә. Яғни балалар, бізде бұл 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 болып шығады, иә. Сонда бізде 2-ні 2-ге көбейткенде 4, 4-ті 2-ге көбейтсек, бізде 8 шығады екен, иә. Яғни қабырғалары 1 сантиметр болатын 8 текше сыяды екен. Енді келесі бізде балалар, бұл да екінші қорапта дәл солай болады. Ені 5 сантиметр, ұзындығы 5 сантиметр және де биіктігі 5 сантиметр болады екен, иә. Яғни балалар, осының барлығын қосамыз, сонда бізде балалар 125, яғни көбейтеміз, сонда бізде балалар 125 текше шығады екен, иә. Бұл қорапқа 125 текше сыяды екен. Келесі бізде балалар 4 сантиметр деген, иә. Яғни балалар, бұл да дәл солай 4-ті 3 рет бір-біріне көбейтеміз, иә. 4 көбейтілген 4 көбейтілген 4 болады. Яғни балалар, 4-ті 4-ке көбейткенде бізде 16, 16-ны 4-ке көбейтсек, бізде 64 текше сыятынын білеміз. Енді балалар, 4-ші соңғысында да біз дәл осылай шығарамыз, иә. Яғни мына жерін және де мына жерін бір-біріне көбейтеміз, иә. Яғни балалар, бұл жерде қорамыз біздің шаршы болғандықтан барлығы бір-біріне тең, яғни ұзындығы да, биіктігі де, ені де барлығы бір-біріне тең болады, иә. Енді осы 8-ді көбейтіп 8-ге, одан кейін тағы да 8-ге көбейтеді екенбіз. Сонда бізде балалар 8 8-ім 64, 64 8-ге көбейтсек, бізде балалар 512 текше сыятынын білеміз, иә. Бұл қорапқа бізде 512 текше сыяды екен. Енді келесі бізде балалар, нөмірі 2-ші есеп. Төмендегі қорапқа мұқият қара дейді. Мұндай фигура математикада тікбұрышты параллелепипед деп аталады дейді. Яғни балалар, мына қорап бізде балалар тікбұрышты параллелепипед деп аталады екен, иә. Ол қандай фигуралардан тұрады дейді. Бұл балалар бізде балалар текшеден тұрады, иә. Яғни
текше деп аталатын бізде фигура бар, иә, содан тұрады екен. Енді параллелепипедтің дейді бетін құрайтын тік бұрыштар жақтары деп аталады дейді. Яғни балалар бетін құрайтын, яғни мынау, иә, бізде беті осы. Бұл бізде жақтары деп аталады екен, иә. Параллелепипедтің 6 жағы бар дейді. Бұған қоса бір-біріне қарама қарсы орналасқан жақтары тең болады дейді. Енді параллелепипедтің 12 қыры бар дейді. Бұған қоса олар жақтарының да қабырғалары болып табылады дейді. Яғни балалар, міне мына жерде қыры көрініп тұр, иә. Яғни міне бір қыры, яғни екі қыры болады екен, иә. Яғни мына жақта бір қыры. Үшінші қыры, солай балалар, бізде 12 қыры бар екен, иә балалар. Енді қырларының қиылысу нүктесі параллелепипедтің төбелері деп аталады екен балалар. Балалар, осы ережені ереже дәптерлеріне немесе өздерінің дәптерлеріне жазып алыңдар. Бұл ереже сендерге алда керек болады балалар. Енді келесі бізде номер 3 есеп дейді. Үлгі бойынша тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірле дейді. Енді балалар, бұл жерде бізге айтып тұр. Тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірлеу үшін қандай өлшемдер жасау қажет дейді. Яғни балалар, мына жерде бізге көрініп тұр, иә, қандай өлшемдер жасау керек. Яғни табанын, ұзындығы бойынша бүйір жақтары, иә, міне 2 бүйір жақтары, ені бойынша бүйір жақтары, және мынау екінші табаны, осы өлшемдерді бізге жасау керек. Яғни балалар, ұзындығын, енін және бізге балалар биіктігін де білу керек бізге, иә. Келесі бізде балалар 4-ші есеп. 4-ші есептің А есебін шығарайық. Түтіктер мен ермексаздан тікбұрышты параллелепипедтің моделін әзірле дейді. Ол үшін қандай өлшемдерді білу қажет дейді. Енді балалар, бұл жерде біз тікбұрышты параллелепипедтің моделін әзірлеу үшін бізге оның ұзындығы мен енін білу қажет екен бізде, балалар. Яғни балалар, біз мына жердегі ұзындығын және де енін білу қажет екенбіз. Сонда біз тікбұрышты параллелепипедтің моделін әзірлей аламыз. Енді балалар, А есебін жасайық. Осындай модель жасаудың алгоритмін құрастыр дейді. Яғни балалар, осындай тікбұрышты параллелепипедтің моделін жасау үшін біз қалай жасауымыз керекпіз, яғни соны біртіндеп айтатын боламыз. Яғни балалар, бірінші біз 12 түтік аламыз. Яғни балалар, түтікті бір-біріне жалғап осындай модель жасайды екенбіз. Екіншісінде ермексаздан балалар 2 ені бойынша бүйірін, 2 ұзындығы бойынша бүйірін, яғни бүйір жақтарын жасап өлшеп аламыз, балалар. Одан кейін балалар, үшінші түтіктерді бір-біріне жалғап ермексазбен суреттегідей пішін жасаймыз. Осылай балалар, модель жасаудың алгоритмін құрастырсақ болады екен. Келесі бізде балалар 5-ші есеп ойнайық дейді. Бір текшені лақтырыңдар. Ондағы санды 8 бен 9 сандарының қосындысына көбейтіңдер. Мұны сендерге қалай орындаған ыңғайлы дейді. Енді балалар, мысалға, біз бір текшені лақтырдық. Бір текшені лақтырғанда, мысалы, 5 саны түсті делік. Яғни балалар, мына жерге біз 5 саны деп жазуымыз керекпіз. Яғни балалар, 8 қосылған 9 жақшаның ішінде көбейтілген 5 деп жазамыз. Яғни бізге балалар, осы 8 бен 9-дың қосындысына көбейтіңдер деп тұр. Яғни 8 бен 9-ды қосамыз 17, 17-ні 5-ке көбейткенде балалар, бізде 85 деген сан шығады екен. Яғни балалар, бұл есепті дәл осылай жазып шығарып қоямыз. Келесі бізде балалар 6-шы есеп. Қатырғы қағаздан әзірленген текшені қырлары бойынша қиғанда төмендегідей текшенің жазбасы алынады дейді. Төменде қай текшенің қиылған жазбасы берілген дейді. Балалар, бұл жерде бізде мынандай осындай бізде жазба берілген. Яғни балалар, осылай бізде қандай да бір мына жерде 5 фигура тұр ғой, 5 текше тұр. Сол текшенің біреусін жасағанда бізде осы фигурада жасағанда, жазбада жасағанда қандай да бір бізде қызылына нүктелері, яғни беттері осылай келу мүмкін екен. Мысалы балалар, бізде мына жазба бойынша бізде дәл бұның жазбасына тура келеді екен. Яғни балалар, мына қызыл беті ол мына жағы,
одан кейін балалар мына жерде екі осындай қызыл беті бар. Бұл екеуі қосылып балалар мынандай екі бетті құрайды екен балалар. Яғни балалар бізде Б жауабы Б болады екен, бұл жерде. Осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар балалар. Біздің арнамыздан балалар өздерің таппаған сабақтардың барлығын тауып, үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтан міндетті түрде 5 алатын боласыңдар балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.